Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қандағы қан деңгейін бірден төмендететін және иммунитетті көтеретін шай дайындаймыз. Апельсин мен лимонды ас содасымен жуып, сумен жақсылап шайыңыз. Бір апельсинді екі бөлікке бөліп, жартысын кесіп, кішкене бөліктерге бөліңіз. Апельсиндер біздің денемізге өте пайдалы. Жүрек қан тамырларын қорғайды, холестерин деңгейін төмендетеді. Иммундық жүйеге пайдасы бар. Көру қабілетін жақсартады, артық салмақтан арылтады. Лимонды екі бөлікке бөліп, жартысын кішкене бөліктерге бөлесіз. Лимонның пайдасы инсульт қаупін азайту, қатерлі ісіктің алдын алу және бет әлпетті жақсарту. Бізге зімбірдің бір бөлігі керек. Зімбірдің кішкене бөлігін кесіп алып, сыртқа қабығынан тазалап, үкіштен өткізесіз. Зімбір суық тиюге көмектеседі, қант диабетіне тиімді және салмақты қалпына келтіреді. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Шай қасықтың ұшымен куркума қосасыз. Куркуманың пайдасы созылмалы қабынуды азайтады. Қайнаған ыстық су құйып, тұндырып қоясыз. Шайды жылы күйінде, болмаса салқындатып ішіңіз. Дәміне қарай табиғи бал қосасыз. Бұл шай күзгі қысқы кештерде сізді жылытып қана қоймайды, сонымен қатар денеңізді вирустар мен суықтан сақтайды. Достар, дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше.